Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қымбатты спорт сүйер қауым, инспорт бағдарламасына қош келдіңіздер. Бүгін студиямыздың қонағы бокстан әлем чемпионы Мерей Ақшалов. Мерей, қош келдің. Рахмет, қош көрдік. Енді қазіргі уақытта өзің осы федерацияда бас хатшы қызметіндесің. Осы қызметің жайлы бастасақ әңгімемізді. Енді осы 2025 жылдың қаңтар айынан бастап осы Қазақстан бокс федерациясының бас хатшы лауазымына келіп тағайындалдым. Сол уақыттан бері жұмыс істеп жатырмыз. Енді бас хатшы көп әртүрлі түсінеді. Кейбіреулер ана секретарь деген сияқты сондай деп ойлайды кейбіреулер. Енді бұл өте былай айтқан кезде бір жауапты жұмыс. Ол бүкіл федерацияның жұмысын жүргізу, боксты дамытуға айтқанда бүкіл әр кішкентай возрасттардан бастап юноша, молодежь бәрін біз енді федерация тарапынан бәрін қадағалап, бәріне жұмыс істеп жатырмыз. Сол бокс дамыту, результат көрсету. Сол. Қазіргі осы республика бойынша осы бокстың дамуы, әсіресе балалар мен жасөспірімдер арасындағы дамуы қалай болып жатыр? Жақсы, енді біздік андай вид емес қой, там специфический вид емес, бокс әр ауылда деп айтуға болады, әр аудандардың бәрінде бокс бар. Ол жағынан бізден былай айтқанда проблема жоқ, өйткені бокс бүкіл аймақтарда дамып жатыр. Бірақ кейбір аймақтарда сәл даму жағынан біраз боксерлар аз деген сияқты. Ересекке көбі жетпей жатыр. Мына кіші жасөспірім жастар арасында бізде боксшылар былай айтқанда көп. Өйткені Қазақстан чемпионаттарының өзіне біз кіші жасөспірім және жасөспірімдер арасында, юниорлар арасында біз зональный неме өткіземіз. Аймақтық жарыстар өткіземіз. О жақтан былай айтқанда теріп алып, былай айтқанда полуфиналға шыққан балалар бар. Көзге түскен жігіттерді финалдық Қазақстан чемпионатына жібереміз. Өйткені өте кісі көп, балалар көп. Жастарда тоже бар, бірақ разнарядка береміз, әр командаға мынаншамадан аспау керек деп. Ал ересектерде біраз ондай адамдар жоқ. Кейбір облыстарда бізде 2023 жылы өтті Спартакиада, Қазақстан Спартакиадасы. Сол кезден, мен ол кезінде мемлекеттік жаттықтырушы болып қызмет атқардым. Сол кезде де бізде былай айтқан кезде енді 20 аймақ бар ғой, былай айтқанда 3 республикалық қала және 17 облыс бар. Соның былай айтқан кезде 4-інде ғана былай айтқанда полный состав әкелді. Ол кезінде 10 салмақ болады, сол 10 салмақтан 4-еу ғана әкелді. Қалғандары 5-еу, 7-еу деген сияқты. Солтүстік Қазақстан облысы ол кезінде 0. Бір адам қатысқан жоқ. Негізінен осы оңтүстік аймақтар боксқа өте жақсы шығады. Негізгі осы олимпиада чемпиондары, әлем чемпиондары барлығы осы Тараздан, Шымкент жақтан шығып жатады. Әсіресе Тараздан, енді шеберлер ұстаханасы деп айтуға болады. Сол аймақтарда өте қатты жақсы дамып кеткен. О жақтарда жақсы, өйткені былай айтқанда халық саны да көп те о жақта. Мына немелер өтеді ғой, чемпионат Қазақстанда сол Түркістан облысы, Шымкент қаласы, сол Тараздан, Алматы облыстарынан кісі көп, медальға ілігіп жатады, көп айтады, олар көп деп айтады. Ол даже былай айтқан статотчетті қарайса болады. Былай айтқан кезде бізде солтүстік немелерде именно дюсышалар бар ғой, мектептер, спорт мектептерінде айналысатын санын қараса, бізде былай айтқан 700-1000 адамда былай, оларда 6500-7000 адам айналысады немелер сол мектептерде. Енді сонымен ақта келеді, конкуренция қандай? Үлкен бәсекелестік. 5-6 есе былай айтқанда кейбір қалалардан көп. Мен былай басқа облыста, мен Астанамен салыстырамын, Астанада былай айтқанда өйткені қала ғана ғой. Соның өзінде былай айтқанда дюсышада стат отчет бойынша 700 нәрсе бала айналысады. Оларда 6700-7000 адам айналысады. Конечно, оларда конкуренция мықты. Яғни олардың арасынан барлығы бірдей сол спорт интернатқа түсе алмайды ғой мектептерге? Ол спорт школаларға интернаттар бөлек. Таңдаулылар ғана, мықтылар ғана, интернаттар ол бөлек. Мен айтып жатқам спорт школа, дюсыша, детский юношеский спортивный школа. Соларды айтып жатырмын. Ал интернаттар енді қазіргі таңда әр облыста облыстық интернаттар бар, және де өзі республика бойынша 5 республикалық интернат бар. Ол Астанада Қажымұқан, Алматыда Шаңырақ бар, РКС бар, Каркен Ахметов атындағы. Осы 4-еуі, 5-шісі қыстық спорт түрлері бойынша ол Риддер қаласында, Шығыс Қазақстан облысында осы интернат бар, зимний видтер. Мына осы основной единоборство осы 4 интернатта. Яғни бұл жақта жаңағы спорт мектептерінде балаларға барлық жағдай жасалған ба? Енді жасалып жатыр.
біз енді федерация тарапынан осы биыл қаңтар айында біз осы республикалық интернат 4 интернат бар, 4 интернатты былай айтқанда спорттық құралдар болды, перчатка, шлем, скакалка, капа, лапа, сондайлармен былай қамтамасыз еттік федерация тарапынан. Енді құдай қаласа ол да әлі жалғасын тауып жатады. Қазіргі таңда ақырын қолдан келгенше көмектесіп жатырмыз. Ең бастысы боксқа деген көзқарас дұрыс қой. Енді бізден бірінші нөмірлі спорт болып есептелді ғой жалпы бокс. Енді бокс енді енді өзіміздің ұлттық спорт, өзіміздің президентіміз осы соңғы әлем чемпионатынан кейін концепция жазсын деп не берді. Қазір сол концепция жазылып жатыр, уже былай айтқанда бітіп қалды. Сондықтан ұлттық спорт деп өзіміз президентіміз айтты, біздің неме бокс енді алғастар әр қазақтың былай айтқан кезде сол бокс білесе ішкен асын жерге қойып сол бокс қарайды, бәрі жанкүйер. Сондықтан мемлекет тарапынан былай айтқанда федерация тарапынан бүкіл спортшыларға барлық жағдай былай айтқанда жасалып жатыр. Ол істеймін деген адамдарға бүкіл условия бәрі бар. Бұрынғы замандармен де біздің кездегі, біздің алдымыздағы кездермен салыстырғанда қазіргі таңда өте жақсы жағдай жасалған. Енді менің ойымша болсақ, өзің боксшы ретінде, бокс маманы ретінде осы балалардың тақырыбын қозғадық. Боксты жалпы ата-ана ұл баланы қай уақытта алып келу керек боксқа деп ойлайсың? Боксты сол 10-11 жастан бастау керек боксты. 5-6 жас. 5-6 жас деген өте, былай айтқанда қазіргі таңда ата-аналарға айту, балалары спортпен айналысса екен, бір нәрсемен айту, заняты болсын, телефонмен жүрмесін деп бере береді. Өйткені ал бокс деген ол плавание емес, или легкая атлетика емес деп, бұл жақта былай айтқанда бастан ұрады. Мына көп ата-аналар түсінбейді. Коммерческий залдар қазір көп, солардың көбіне береді, бұл дұрыс емес. Өйткені егер де баланы былай айтқан кезде 6-7 жастағы бала әлі былай айтқанда миы до конца формировать етпеген ғой, қалыптасқан жоқ. Сондықтан балалардан парға тұратын болса, бокстасатын болса, ол бала минимум өз салмағын ұрады. Ол 30 килограмм болса, ол ұрған кезде 30 килограммдай ұрады. Ол енді қатты скоростьпен ұрған, ол неме удар получается. Арта береді ғой, былай айтқанда, Тайсон өзі былай айтқанда 100 килограмм болып тонна ұратын да. Сол сияқты мен өзі де былай айтқанда 75 килограмм примерно. Мен ұрғанда бір 600-700 килограмм ұрып қоямын. Ана балада минимум өз салмағын ұрады. Адамды нокаутқа жіберу үшін 3 килограмм удар жетеді де, былай айтқанда. Сондықтан ол лучше плавание сондаймен беріп, 10 жастан кейін 11 жаста берсе, яғни боксқа дейін басқа спорт түрлеріне беріп, одан кейін барып, яғни кішкене ақыл кіргеннен кейін, ес тоқтатып, бала түсіну керек та. Кейбіреулер сол 6-7 жасынан бастап боксқа береді, нағыз баланың 12-13 жасында бокспен айналысу керек кезінде уже бала былай айтқан жалығып кетеді. Уже 5-6 жыл былай айтқан кезде онда особо жарыстар жоқ, жай коммерческий жарыстар былай айтқан кезде. Былайынан бізде қазіргі таңда сол өзі 100 шағада сол жаңағы спорт мектептерінде 10-11 жастан бастап НП дейді, набор начинающий группаға сол 10-11 жастан бастап қабылдайды. Балалардың бұл жерде енді қазір бокста енді жиі соққы бағытталатын түсті, әсіресе басқа, бұл жерде балалардың қорғанышы жайлы, шлемдері жайлы, бәрінде бірдей ме, сол қауіпсіздік жайлы қалай? Енді оның бәріне де ұлттық құрамада жүргендер бәріне былай айтқанда федерация тарапынан өздерінің ЦОП бар, сондайлардан беріп атады былай. Былай енді каждый облыстық деңгейде өздері алып неметеді ғой. Оның бәрі, в принципе, сатып атқанның бәрі стандартный ғой, келеді. Келе береді. Келе береді. Размері келсе болды, былайынан бәрі. Неше түрлі ақшам болса, шлемнің түр-түрі бар, былай айтқанда, бетін бәрін жауып тұратын, мұрын жауып тұратын бүкілі бар. Қазір бұрын ол біздің кезде қиын болатын да, перчатка, шлем табу қазір базарларда толып тұр. Арзаны да, қымбаты да бәрі бар, былай айтқан кезде. Енді өздеріңе жаңа айтып отырсың біздің кезімізде деп. Ол кездегі мысалы енді көзқарас пен қазіргі көзқарас енді боксқа деген өзгерген шығар енді. Қазір тіпті жан-жақтан қолдау бар ғой енді. Бұрын кезде тоже қолдау. Енді басқа спорт түрлерін білмеймін. Бокс әрқашанда қолдау болды. Бокста шыны керек, мен енді есімді білгелі бокс федерациясын өте былай айтқанда үлкен ағалар басқартты. Ақшалы ағалар боксты енді федерация жағынан бермейді деп андай. Бізде бокс бұрыннан бері былай айтқанда мықты кісілер басқарды бокс федерацияларын. Олар кісілердің бәрі былай айтқан кезде
аят деп айта алмаймын. Боксқа әрқашанда әрқашанда көзқарас енді білмеймін мен 90 жылдар қалай болған. А вот мен өзім былай кішкентай кезімде боксқа енді айналысып өзін білгеннен бастап әрқашанда бокс федерациясының президенттері өте былай айтқанда қалталы, абыройлы ағалар болды да, былай айтқанда олар бокс үшін аямады былай айтқан кезде. Қазір енді әлемде Қазақстан мен Өзбекстан көш бастап келе жатыр, иә. Бұл екі осы Орта Азиядағы команда әлем бойынша бірінші орында. Бұл кездейсоқтық па әлде заңдылық па? Кездейсоқтық деп айта алмаймыз. Енді Өзбекстан тоже оларда былай айтқанда бұрыннан бері бар ғой былай айтқанда. Енді тікелей бәсекелестік қой енді. Иә, біз енді көрші ел болғаннан кейін былай қатты өзбек қазақ деген бәсекелестік. Ол да бір жағынан жақсы да, екі ел бірін-бірімен былай айтқан кезде нетіп, соның арқасында бәсекелестіктің арқасында былай дүние жүзінде неме. Бірақ қазір басқа мемлекеттерде көп дамып жатыр. Қазір енді соңғы әлем чемпионатымен былай алсақ енді екі мемлекет былай айтқанда осы алтындарды бөліп алды ғой. Бірақ қазіргі таңда Америка құрама штаты болды. Қазір олимпиада соларда өтеді, сондықтан олар өте бір былай айтқанда жақсы бір ана жолы Странжа турниріне келді. Молодой составпен келді. 19-20 жасар балалармен келді. Өте мықты балалар. Енді как раз олар көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Қазір олар енді 2028-ге нағыз былай айтқанда келеді. Бразилия командасы өте мықты, Англия командасы өте мықты. Былай айтқанда командалар бар. Өте бүйтіп келе жатқан, өсіп келе жатқан. Қазір Азия континенті өте мықты. Мен ана жолы енді Азия чемпионаты болды. Сол кезінде анализдеп неме қарасақ, осы соңғы олимпиада ойындары болды ғой, енді Парижде, Францияда. Сол кезінде ол кезінде 6 қыз 7 ұл болды салмақтар, 13 салмақ. 13 салмақтың 9-ын Азия мемлекеті алыпты, былай айтқанда. Ал қалған 4-еуі басқа былай айтқанда бүкіл дүние жүзінде. Сондықтан Азия өте мықты. Қазіргі таңда енді биыл өзіміздің 4 жылда бір өтетін Азия ойындары бар. Бізге осы 2026 жылдың ең басты жарысы ол осы Азия ойындары. Соған қазір ұлттық құрама дайындық үстінде. Енді бізде өздеріңіз білетіндей 2018 жыл, 2023 жылы Азия ойындарында алтын болған жоқ. Енді күміс болды, қола медаль болды деген сияқты. Бірақ енді сол Алла амандығын берсе, осы Азия ойындарында біз өте жақсы былай айтқанда нәтиже көрсету керекпіз. Иә, соңғы нәтижелеріміз өте жақсы ғой енді. Мынау Ливерпульде өткен әлем чемпионаты болсын, Монголияда осындай Азия чемпионаты болсын. Енді мынау Азия ойындары 4 жылда бір өтетін енді әлем чемпионатынан кейінгі, олимпиададан кейінгі ірі жарыстардың бірі ғой енді. Комплекстік іс-шара ғой, былай айтқанда комплексный мероприятие. Бұл неме қалай айтсам болады? Азия ойындар дейді ғой, ойындар деген өте бөлек. Иә. Әлем чемпионаттары, Азия чемпионаттары ол бір бөлек. Мына жақ олимпиада ойындары, Азия ойындары ол бір өзінің бір қиыншылықтары бар, психологиялық тұрғыда жарыс ұзақ мерзім өтеді, бүкіл командалармен барады деген сияқты. Сондықтан ол өте былай айтқанда бір маңызды жарыс, еще өте психологиялық тұрғыда өте спортсмендерге көбіне былай қиын. Бар ғой бізде қаншама былай айтқанда әлем чемпионы болып жатады, бірақ олимпиада ұтылып қалып жатады. Өйткені бір өзінің немелері бар. Политикалық жағынан болсын былай бір неме сондай жарыста, политический жарыс қой, бүкіл неме. Сондықтан мен спортсмендерге бәрі айтамын, дайындалыңдар. Чемпионат мира ол Азия ойындары емес, олимпиада ойындары олардың бәрі бөлек. Ішінде аурасы бөлек деп айтқан кезде. Енді қазір дәресі үлкен маңызды жарыс, күзде өтеді ғой. Осыған ұлттық командамыздың қазір дайындығы, жаттығу жиындары қандай дайындық өтеді? Жасайын деп жатсыңдар. Енді ұлттық құрама командасы қазіргі таңда міне осы жақында сборға кетеді. Сыртта болады, Өзбекстан мемлекетінде оқу жаттығу СФП өтеді. Одан кейін маусым айында тағы да басынан оқу жаттығу жиын өтеді. Ол жақта совместный УТС болады, Өзбекстан бар, тағы да 3-4 мемлекет келеді, совместный УТС. Одан кейін әлем кубогы болады Қытайда. Осы маусым айының 17-сі ме, сол кезінде басталады. Ол жалпы Азия ойындарына қазір құрам әлі іріктелінетін шығар спортшы. Иә, әлі былай айтқанда толық құрам белгісіз ғой. Жоқ, құрама команда әлі белгісіз. Ол қазіргі таңда біз балаларды обкатывать етіп жатыр, былай айтқанда әр жарыстарға қойып, кейбіреулер салмақтарын өзгертіп, қазір төбелеседі, содан көреді. Кім жақсы, былай айтқанда мықты формада болады, соны Азия ойындарына қояды.
Сондықтан қазіргі таңда мынау нақты осы уже қатысады деп айта алмайды, өйткені главный тренер өзі де жақында айтты. Қазіргі таңда осы бізде турнирлар бар, солардың бәріне қатысады, бәріне шанс беріледі, бүкілі көреді. Содан кейін кім жақсы формада, жақсы подиумда келе жатыр, сол балалар Азия ойындарына қатысады. Біз енді биыл сол Азия ойындарының алдында Америкада оқу жаттығу қазір былай айтқан жоспарлап отырмыз. Америка құрама штаттарына барып, сол жаққа біраз оффпут содан кейін және де профессиональный боксерлармен былай айтқанда спарринг неметіп, тәжірибе алмасып келетін. Негізі өте дұрыс екен, тек қана өзімізде емес, мынау сен федерация тарапынан шетелге шығарып, тікелей бәсекелестермен, қарсыластармен, жаттығу жиындарын бірлесіп өткізген өте дұрыс. Иә, неменді. Өйткені кездеседі ғой, рингте де кездесіп қалуы мүмкін. Иә, немеде сбор ана өз бір немен қашын ішінде бетін ете бермей, сол шығып барып бізге де келеді, біз де барамыз, былай айтқан совместный УТС-тар ғой, бірлескен оқу жаттығу жиындарына тәжірибе алмасып деген сияқты. Сол бәрін дайындау керек қой, спортсмен деген. Мысалы енді шетелдегі оқу жаттығу жиындарымен бізде елімізде өтетін оқу жаттығу жиындарының айырмашылығы бар ма, ерекшеліктері бар ма оларда мысалы енді? Ерекшеліктер енді каждый өзінің методикасымен дайындалады ғой, бірақ кешкі былай айтқанда спарринг дейді ғой, парда жұмыс істеу, ол енді бәрі сол бірдей в основном вольный бойлар төбелеседі. Былай айтқан кезде ол жерде чисто тәжірибе, одан кейін оқу жаттығу жиын соңында уже спаррингті алып болады. Ол жерде бар күшін салып жұдырықтаса ма әлде? Енді әркім қалай өздеріне байланысты, келісуіне байланысты. Кейбіреулер қатты раскрывать етпейді, қатты неметпейді, бокстаспайды. Өзінің мықты тұстарын көрсетпейді ғой, иә? Иә, мықты тұстарын примерно. Былай бізге кубалықтар келеді сборға. Ол оған былай айтқанда бізден салмақта 5 қазақ тұрады, ол өз жалғыз олана 5-емен төбелесем десе дымы қалмайды ғой. Ол бүйтіп аккуратно бүйтіп біздікілерді сол сыртқа барады, анаяқта 5-6 отырғанда сен уже жан керек қой былай айтқан кезде. Каждыймен төбелесен, басың істемесе төбелесіп неме шаршап немесе уже аккуратно жарақат аласың, удар аласың ғой. Бокс деген ол неме емес қой, ойыншық нәрсе емес ол. Бастан удар жеу деген ол да. Сондықтан олар өзін неме дейді ғой, бәрі қарап, где-то взрывать етіп болады, төбелесетін кезде төбелесіп болады. Жай ойнау керек кезде жай ойнайды неметеді. Ағайлар бар қастарында, ақылмен. Бапкерлер де айтып отырады ғой. Ағайлар бар, каждыйын былай айтқанда әр оқу жаттығу жиыны біздің спортшыларымыздың жеке бапкерлер қастарында жүреді ғой. Ұлттық құрама команданың бапкерлері бар, жеке бапкерлері бар. Осы соңғы жылдарда Куба боксшыларының осы айтарлықтай жеңіс жеткенін байқамай жүрміз. Бұрын бокс десе кубалықтар осы бізбен қатарласып бірінші орын тұратын. Куба боксшылары не болды қазір? Куба боксшылар қазіргі таңда енді былай бар боксшылар, бірақ спортқа кетті, олардан границаларын ашып біраз немеге профиға кетті. И қазіргі таңда көп мемлекетте кубалық былай айтқанда бапкерлер жұмыс істеп жатыр. Сондықтан олардың немелеріне границасы ашылып, бәріне разрешение берді. Қазір көп тренерлер сыртта жүр. Яғни олар негізінен сол кәсіпқой боксқа барып табыс тапқысы келетін шығар, әуесқой боксқа. Иә, оған да енді қашып кеткендер де бар. Өздерінің ішінде де оларда бұрын оларда кәсіпқой бокспен айтқан запрет болды, тыйым салынған болды. Одан кейін оларға разрешение берді. Кейбіреулер сол профессионалда бүйтіп ойнап жүр енді. И бапкерлердің көбі кетті қазір, жан-жаққа қазір немеде. Контракт бойынша әр мемлекетте жұмыс істеп жатыр. Біздің осы әуесқой бокста жүрген жігіттерімізде анда-санда кәсіпқой боксқа шығып қояды. Сол дұрыс па? Ол дұрыс енді әртүрлі айтуға болады енді. Ол мен өз ойымша да, егер де кәсіпқой боксты көрем десең, сен Америкаға барып 4-5 ай сол жақта Америкада дайындалып та спарринг істеп, одан кейін шығуға болады да, былай айтқан кезде. Бір экзамен сияқты да, былай. Біраз үйрендің, бір төбелестің, бір неме. Ол жақсы. Егер де былай Қазақстанда сен сол қазақтармен ғана дайындалып жүріп шығып, одан қайтын білмеймін, ол жақтан особо көріп неметкен жоқпын. Бұл бір тұрғыдан балалар материалдық жағынан жақсы. Ақшаларын ақша заработает дейді, ол ақшасы неметеді. Былайынан енді прям сол мен өзім ұстаным сол да, мықты болғың келе ме, мықтылармен дайындал. Сен профессиональный боксер болғың келсе, сен профилармен дайындал керексің да, солармен дайындал, одан кейін шық. Өйткені әуесқой бокста жүрген спортшылар негізінен осы 3 раундқа дайындалады ғой.
енді кәсіпқой бокста мысалы ол 8 раунд болуы мүмкін, 4 раунд болуы мүмкін, 10 раунд болуы мүмкін. Кей кезде байқап отырсаңыз әуесқойлардың сол жерде бір физикалық тұрғыда шамалар жетпей жатады, байқалып отырады, шаршап әбден енді бастап келе жатқан да. Енді сондықтан да мысалы қысқа раундтар өткізуге болатын шығар мысалы. Иә, сол 4 раунд, оларда 4 раунд, 6 раунд ол сразу оны 8 раундқа көп шығармайды, өйткені бермейді, өйткені сен 6 раундта хотя бокста көрсетеді, одан кейін барып бүйтпейді. Бірте ақырын ауыстырады ғой. Былайынан сразу 10 раундқа шықсан, енді шықты ғой кезінде Ломаченко келді, екінші ой титулға шықты. Ұтылып қалды емес пе? Былай айтқан кезде ол да кәсіпқой бокс екі дүркін олимпиада чемпионы болып тұрып, ол кәсіпқой бокстың айырмашылығы үлкен болып тұр. Иә, ол жақта ол екеуі екі түрлі. Профессиональный бокс пен любительский екеуі. Мына жақта сен 3 раунд, ана жақта ұзаққа шабатын ғой, былай айтқан кезде. Бізде аттар бар ғой мынандай. Аламан бәйге, немелер бар, топ бәйге дейді, ана қысқа неме дистанциялардағы сияқты. Сол сияқты ғой. Любительдерді былай айтқанда әуесқой боксшылар 3 раундқа, кәсіпқойлар олар 10-12 раунд. Кәсіпқойды қазір алып келсе, мына әуесқойға, олар ұтылып қалады. Өйткені үлгермейді олар, өйткені ұзаққа бүйтіп, ака бүйтіп жүргенше, амына тас тез. Сондықтан кәсіпқой бокс арасында төбелесіп тұруға болады, көріп деген сияқты. Бірақ сол Америкаға бар дайындалып, сол жақта төбелескен дұрыс деп ойлаймын да. Өйткені именно профессионалдармен бірге дайындалып. Енді оған уақыт болса, бапкерлер ұлттық анадан жіберсе, ол жіберсе, оған да бейт, ол тоже ондай нюанстар бар. Бірден ауысып кетпегеннен кейін, 4-5 ай оны жібере ма, жібермей ма бапкерлер? Оған уақыт жоқ қой, жарыстар бізде любительскийде сол ғой. Өз елімізде болып жатқаннан кейін арасында кіріп кетіп, жаңағы жекпе-жек өткізіп шықса, онда басқаша мәселе. Енді ол жерде тоже качествоға байланысты. Соперниктарын. Бапкердің де қарсыласты қарайды ғой. Соперник слабый болса, не пайда деймін, ойлаймын. Чисто бір жерде бұл ақша балар тапқаны болмаса, былайынан африканецте келіп ұру деген. Жоқ, біз емес қой, басқа мемлекеттердің, Өзбекстанның да боксшылардың бәрі кәсіпқойға боксқа барып, қайтадан әуесқойға оралып жатыр мысалы. Ана жерде де өзінің рекордын жақсартып, мына жақтан да мысалы жақсартып. Бар, пайдасы да бар, пайдасы өте көп, былай айтқан кезде. Сол үшін мен өз танымды айтып жатырмын, сол Америкаға барып дайындалу керек, или Англияға барып, где профессиональный боксерлар барлармен төбелесіп дайындалу керек. Енді оның залдары да бөлек, бапкерлер де бөлек, одан кейін спарринг партнер де көп қой. Спарринг партнерлер көп, бұл жерде сол әңгімен бәрі спарринг партнер болып тұр ғой. Ол профессиональный бокс деген бір бөлек, басқалай қисық бокста да әртүрлі не бар. Любительдер олар мында дайындаласы, тура сол қазақтың боксы, былай айтқан кезде аяқта сенмен анаға шыққан кезде аналармен қиналып қалады да балалар, өйткені ол андай балалармен үйренбеген деген сияқты. Мен өзім інім бар ғой, туған Мейірім Нұрсұлтан, бұл тоже былай айтқан кезде қанша жыл осы Қазақстанда жүрді. Мен оған айтам, Америкаға бару керек. Өйткені профессионалдар Америкада. Ана жақта неше түрлі қисықтармен бокстасын, корявый әртүрлі мектеппен бокстасын. Қазір шығасың көріп, Южный Америкамен шыққан кезде сен қиналып қаласың. Өйткені сен мына жақта дайындалсаң, Қазақстан, сен уже любительскийлермен ғана тренировка істейсің, солармен былай дайындалып аласың. Өз немен. Анда неше түрлі былай қисықтар шығады, оған сен дайын болу керексің. Мейірім қай жылы осы кәсіпқой боксқа ауысам деп шешті? 2016-та. Қандай ақыл айттың? 2016-да осы олимпиада аяқталып жатқан кезде кетті ғой Америкаға. Ол 2015 жылдан бастап кетемін деп жүрді. Оны бір-екі сол жақта жүргенде менеджерлер шақырып неметті де. Бірақ мен былай айтқан 2016-ға дейін ұстадым оны. Оны 2020-ға дейін ұстағым келген. Давай любительскийға, олимпиадаға барайық екен. Ол кезінде особо білмеді ғой ол кезінде. Жоқ, бұл кетем деп 2016-да сол кетті ғой, жібердік сол. Америкаға. Рұқсат бердің, ақылы? Иә, оны басында мен оны 2014-15 жылдары сол не бітемін де, давай олимпиадаға барайық не етейік те, бұл лицензияды алды ғой 2016 жылғы олимпиадаға лицензия алды, ана Астана Арланс тарапынан. Бірақ лицензиядан ұлттық құраманың тренер керек емес деп отказ берді, сол Жәнібек кетті. Сосын айтты, мен сені келесі олимпиадаға по-любому сені неметін, один президент давай деп, ол берімізде жүріп 21-де тағы да біреу шығып, сосын тағы да лақтырып кетіп, уақытым кетеді, мен лучше профиға кетемін деді. Сөйтіп сол жаққа. Реніші болған екен ғой. Реніш жоқ, онда біз онда немет етмейміз. Просто
ол кезде оның салмағында Жәнібек Әлімханұлы болды. Ол кезде Азия чемпионы, әлем чемпионы, Азия ойындарының чемпионы. Сонымен енді бұл мына жақтан лицензия алып кетті да. Сонымен бірақ Жәнібекті лицензия алмай қалды, бұған келді. Сонымен бұған жолын берді деш қысқасы. Иә, бұл айтқан кезде ол да ар бер немететін емес, ол да қазақтың баласы. Әрине. Сондықтан сол мен күтпеймін деді, мен лучше профиға шығамын деді да, сонымен сол жаққа жібердік қой. Қазір енді мысалы мейірім осы кәсіпқой бокста әлі ұтылып көрген жоқ. Енді Алла жазса чемпиондық белбеуге таласатын нағыз уақыт келді ғой енді. Соңғы 2 жылда біраз бокстан қол үзіп отыр. Осы мейірім жайлы біраз ақпарат берсеңіз. Иә, мейірмен сол қазіргі таңда оны 20 жекпе-жек өткізіп, 20-сында жеңіске жетті. 2023 жылы Ташкентте осы 17-ші қараша айында жекпе-жек өткізді, соңғы жекпе-жегін. Сол кезде жеңіп WBC ұйымының, получается, чемпиондық белбеуіне басты үміткер болып сол кезінде алды. Қазір рейтингте бірінші емес бұл? Рейтингта сол немеден кейін тұр ғой, сол чемпионнан кейін тұр. Сол басты үміткер болып тұрғанына 2 жыл болып айтқан кезде. Сонымен бұл жерде бизнес қой. Жаңа Карлос Адамс чемпион, ол енді бұл айтқан кезде әлі бүйтіп жүрді, шыққысы келмей. Қашқақтап жүр ғой, шыны керек. Қашқақтап, иә. Бұл енді бұны қорқады деп айту дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені бұл бизнес. Бұл жерде олар кіммен ақша көп тауады, сонымен шығады олар. Бұл айтқан кезде. Мейірім ол тоже бұл айтқан кезде рискованный да, аз ақшаға шығу. Әрине. Оған да ұтылып қалуы мүмкін. Өте қауіпті ғой осы. Қауіпті. Олар қайта ұтылғанның өзінде де біраз ақша табу керек қой. Сондықтан енді еще былай Америкаға визасы болмай осы жақында ғана алды ғой. Иә. Осы міне қанша 2 аптадан асты ғой кеткеніне Америкаға. Инстаграм парақшасына жазды, келдім деп. Иә, сол Америкада қазір оқу-жаттығу жиынын бастады. Дайындалып жатыр. Жақсы, осы ағайынды комачалар да сол ОФП-дан солармен дайындалып жатыр. Сосын тағы да уже боксерский кеше неме басталды тоже. О жақта енді тұратын жері, несі, бір қолдайтын біреу бар ма ақшта енді келгеннен кейін? Иә, енді бұл айтқан кезде ол кезінде мен оны басынан айтып кетейін, осында Америкада жүрді, ол контракт болды, соң контракт бітті, сосын келіп кетіп жүрді, соған карантин басталды, уже боксты қояйын деп жатыр. Сол кезінде осы Маңғыстау облысының Адал промоушн деген болды. Адал деген неме. Вот сол кісілерді ол кезде Марат ағамыз Жакиев. Сол кісі шақырып, сол кісілердің қол астында енді бұл айтқанда 2021-ден бастап осы 25-ге дейін 4 жылды, 5 жылдай осы жақта сол кісілермен бірге жүрді, сол кісілер қолдады. Сосын 2023 жекпе-жекте осы кісілердің немес, сол кісілер қолдап, соны обязательно претендент болды. Одан кейін о жақтан кетіп, сол біраз жүрді. Одан кейін Кеңес ағамыздың немесі бар ғой, Рух деген спортшыларды қолдайды. Сол кісілер осы Таиландқа осы былтыр барды, бір айға сол кезінде сол кісілер қолдап, былай көмектесіп неметті. Одан кейін міне осы декабрь айында 2 ай жатты. Декабрь, январь Таиландта оқу-жаттығу жиыны өтті. Оны және де қазіргі Америкаға кетіп, осы бәрін тренировкасын, тамағын, бүкіл билетін алып берген. Ол біздің Қазақстан бокс федерациясының басшылары Шахмұрат Мұталіп, Дархан Қызайбай, осы кісілер қолдап жатыр қазіргі таңда. Қолдау бар ғой ең басты. Қолдау бар. Осы неме қазіргі таңда федерацияда Шахмұрат Мұталіпке, Дархан Қызайбайға үлкен рахметімді айтқым келеді, өйткені бауырым ғой, өйткені сол кісілер қолдап, бүкіл все мерем проблема жоқ деп бүкіл ақшасын беріп, немеге шығарып салды айтқан кезде. Ана жол Таиландта да 2 ай жатты, соны полностью өздері көтеріп, күнделік тамағын, үйін, бәрін тренировкасын, бәрін көрші. Осы кісілер бұл айтқан кезде қолдап жатыр қазіргі таңда. Енді қазір келгеннен кейін қарсылас белгілі ма? Қарсылас бұл айтқан кезде бірден чемпиондық белбеуге шықпайды ғой, иә? Шықпайды. Енді контракт былай подписал, 2 ойға контракт жазды, оның бәрін интернетте шулап жатыр ғой. Қазіргі таңда оның контракт бойынша 31 мамырға дейін ол бірінші жекпе-жегін өткізу керек болатын. Бірақ енді ол визаны кеш алды, осы барды, сондықтан біледі жекпе-жегі осы енді қазір сөйлесіп отыр, артқа қарай жылжытылғанына июнь немесе июль айында. Шілде, тамызда осы 2 айдың біреуінде Құдай қаласа өткізеді деп ойлаймыз. Рамос деген
мексикалық боксшы, ол WBC белбеуінің былай айтқанда уақытша чемпионы. Оның сондай поясы бар. Соған екеуі төбелеседі. Енді датасын күтіп жатыр. Қазір осы 1-2 аптаның ішінде сол датасын айтады, мынандай уақытта деп, жекпе-жек деп. И бастайды. Қазірден бастап, бірақ дайындықты бастап кетті уже ақырындап. Ол жігітті танушы ма еді, әлде бейне қайталау арқылы? Жоқ, ол интернетте бойлар толып тұр. Былай айтқанда 24 жекпе-жек өткізген. 24 жекпе-жек өткізген, біреуін ғана ұтылған, 23-ін ұтқан. Мексикалықтар жанкешті болады ғой жалпы. Жақсы былай енді. Соны ұтса, уже ары қарай жаңағы Карлос Адамс деген. Одан кейін бірден чемпиондық, алтын белбеу үшін таласуға мүмкіндігі болады, осы жекпе-жек. Ал қазір кім дайындап жатыр мейірімді? Қазіргі таңда елден біреу бар ма қасында? Қасында енді Мадияр Ашкеев бар, өзіміздің. Сол енді ол кезінде мейірім 2016 жылы кәсіпқой боксқа ауысқан кезде, сол Мадиярдың шақырып, екеуі Астана араласында бірге болған кезінде. Сол Мадияр шақырып, сол Мадиярдың қасында болды, қаншама 5-6 жыл сол Мадиярмен. Қазіргі таңда да сол Мадияр күтіп алып, сол қасында кеше түнде хабарластық, сөйлестік, сол қасында өзі жол көрсетіп, бәрінен ол қанша жыл болды, 10 жылдан астам сол жақта тұрады ғой айтқан кезде. Сол Мадияр бар, сол қолдап көмектесіп жүрген. И ағайынды камачалар, қазір біздің ұлттық құрама командамен жұмыс істеп жатқан камачалар, солармен физикалық тұрғыда ОФП дейді, солармен жұмыс істеп жатыр. Сосын қазір бокстан тренер Джулиан деген жігіт, сояқта кәсіпқой боксшылар дайындайды, соған кеше барып кезігіп, сонымен істейтін болды, бойға сол дайындайды. Менің ойымша енді ол, біздің жігіттер ыңғай, рекордтар өте жақсы, 20 жеңіліс жоқ. Бұл жарнамалық компаниялар әлсіздеу біздің қазақтың боксшылардың, кәсіпқой бокста жүрген байқайсың өзің. Яғни ат керек, ыңғай, жаңағы әлеуметтік желіде шығып тұру керек, қарсыласқа бірдеңе жазып отыру керек, чемпиондарға тіл тигізіп, сен менен қорқасың ба, менімен жекпе-жекке шығып, сол жағынан қандай жұмыс жүргізіліп жатыр енді? Танымал болу үшін. Танымал болу үшін. Ол жағынан мейірмен былай бір нәрсе айта алмаймын, жүргізіліп жатыр деп. Ол да көп сөйлемейтін бала. Бірақ енді мен оны айтамын ылғи да. Бизнес қой бір жерден. Бизнес бір жерде вызов тастау нетсе, ол неткісі келмейді өзі. Үндемейді, қойшы деп неметеді. Мен айтқам, давай берейік, балалар бар ғой, которые жүргізетіндер. Өзі жүрсемесе де қасында бір жүрсе, мысалы, пиар менеджер болып. Өзі ондайға келіспей қойды. Мен айтқам, балаларға берейік, сен Инстаграм жүргізсін, анаған вызов тастасын, Инстаграмнаға, оған ол өзі қарсы. Көп сөйлемей лучше айтады. Сөзбен емес, іспен дәлелдейік дейді өзі. Мүмкін сол себепті шығар, мүмкін әлгі чемпиондық. Ол кері әсерін тигізеді ғой. Ол да енді бұл кәсіпқой бокс деген ол бизнес та. Бұл жерде сөйлеп тұру керек, арасына шығып, хайповать ету дейді, сонда немен. Енді біз видите оны біз басқалай түсінеміз, біздің айтқанда. Біздің тәрбиеміз ондайға келмейді. Өзінің тәрбиесі сонда, өйткені біз қазір құлағымыз бәрі үйренді ғой ол нәрсеге. Мысалы, Жәнібек те жаңағы әлем чемпиондарына, Адамес болсын, Лараға да вызов тастап. Ол дұрыс қой. Енді ашылу керек шығар, енді уақыт келген шығар енді. Енді өзі неметеді енді. Оны командамен команда былай айтқанда жұмыс істеу керек қой бір адам. Ол бір шетінен жаңағы алатын сыйақыға да үлкен әсер етеді ғой. Танымал болсаң, ұтылып жатсаң да, танымал болсаң, ол сыйақысына да, өйткені ертең ол спорттық мансап ұзақ емес. Халық көргісі келу керек қой, былай айтқан кезде. Халық американецтарға қызықты болу керек. Америкалықтар, өйткені оларда трансляция бәрі ақылы. Біздегі сияқтан бізде Казспорт көрсетіп айтқанда болды. Оларда әр семья кемінде $80 сатып алады әр кеште. Сондықтан ол сен Америкада танымал болу керексің, саған бойыңды күтетін, қызықты болу керек. Енді ол жағынан да жұмыс істейміз, ақырындап істеп жатыр енді, бит пиар етіп деген сияқты жасап. Қазір таңда ол біраз енді жүріп қалды ғой. Көреміз енді. Қазір хотя болса жекпе-жегін ұтып алып, одан кейін уақытша чемпион мира болса да, ол да тастаймын деген бір кездері болды. Былтырлары все мерейім, мен не істеймін, қоямын дейді. Бәрі қой көру. Сен қаншама жыл осыған келдің, жеттің, қазір сенде бір шақ қалды. Бір қадам болды. Сен сон ата спорттан кетесің бе, бір атың алдырып кету керек деймін да.
сен сияқты май спорта международный класста жастар арасында Азия чемпионы Қазақстанда толып жатыр. Дұрыс айтасың. Сен мына жақта қазір әлем чемпионы болдың, одан кейін қоя бер. Сен тарихта қаласың. Өзің сондықтан да оны мен біраз айтып, неметінде айттым, бокстасасың. Қалды, чуть-чуть қалды, болды. Адамдар жете алмайды, сен уже обязательно претендентсің. Сондықтан да сонымен ол қайтадан сол біраз емес. Біраз енді 1,5 жыл ма, 2 жыл, қазір 2,5 жыл болды ғой айтқан кезде. Басында контракт жоқ, 2 жылда жүрді, мен не істеймін, қоямын содан сөйтіп неметкеннен кейін жоқ, давай деп соны. Я бір лақабат ойлап тауып бар ма лақабаты? Жоқ, лақабаты Трипл G деп атады мысалы, қазақский стиль мысалы бізде. Жоқ, ондай нелері, ондай неме жоқ. Табиғаттан өте қарапайым жігіт, Енді ол көріну керек қой, көпшіліктің алдына шығу керек. Мысалы бәріміз қарап, жекпе-жектерін қарап жан көріп аламыз. Сосын міне соңғы жылдары 2 жылда мейірім естілмей қалды. Сол тіпті виза бермеген күннің өзінде де әзірге жаңа келісім шартқа болмаған күнде де жаңа әлеуметтік желіде салып отырса, мысалы қайта жаңағы Адамасқа тиісіп, Лараға тиісіп мысалы. Енді ондай жоқ енді. Оны мен қаншама айтқам, давай істейік, вызов таста, на слуху жүру керек деп. Енді алла жазса қазір енді Жәнібек Әлімханұлы өзінің бір чемпиондық белбеуін сақтап қалды ғой. Енді мына жақтан мейірім жаңағы бүкіләлемдік бокс кеңесінің чемпиондық белбеуін алса, болашақта 2 қазақ жігіті рингте шығуы мүмкін ба? Мүмкін, ол жерде. Бұл айтқан кезде енді екеуі де хотя поястарын бәрін жинап, неге төбелестіруге болады ғой? Бұл айтқан кезде. Абсолюттік чемпионы атағы үшін. Зато қазақтың біреуі абсолютный болады. Екеуі бірін-бірімен төбелеспей жол. Өте қиын ғой. 4 поясты жинау деген өте қиын. Кезінде Геннадий Головкин өзі 3-еуін жинап, 4-шісін бұл айтқан жинай алмады. Вот сондықтан екі қазақтар үшін өте қызықты болады. Ол американдықтар үшін қызық емес болатын шығар, бірақ бізге осы Қазақстанды өткізуге болады. Қала болғанда алтын белбеулердің 4-еуі де бір қазақтың бір қазақтың қолында қалады да, басқа рода кетпейді. Сондықтан ол әбден кейбір адамдар айтып отыр, ойбай, кәсіпқой 2 қазақ бірін-бірімен төбелесуге неге төбелеседі, анау-мынау деп бірін-бірімен төбелеспейсін, жолын берсін. Ол спорт. Мына жақта Қазақстан чемпионатында бірін-бірін өлтіріп қойып жазайды ғой айтқан кезде. Боксасқан кезде. Сондықтан ол спорт болғаннан кейін бірін-бірімен наоборот бұл айтқан кезде бізде мына жақта осы жақта кәсіпқой кештерді көп өткізіп бірін-бірімен төбелестіріп рекорд жинап барған жақсы да, Америкаға 15-тен 0, 20-дан 0 болып, бұл айтқанда мексиканецтер да, бұл айтқанда кәсіпқой бокс өте даму. Олар өздерінің ішінде бұл айтқанда Мексиканың ішінде бірін-бірімен төбелесе береді. Даже бұл айтқанда мына Альварестің өзін алса, Канелоның өзі қанша 60 ма бір нәрсе жекпе-жек, соны почти 30 мексиканецпен төбелескен бұл айтқан кезде. Өздерінің арасында бұл айтқанда рекорд жинап алып, сондықтан ол дым немес жоқ, бұл спорт бірін-бірін нетіп атқан жоқ, ол шығады да төбелеседі. Қазақстан чемпионатында бұл айтқан төбелесіп жатыр ғой, сол сияқты төбелесіп жатыр. Бізде ішінде мықты іріктеліп шығады да, осыны ішінде жүріп, Қазақстан ішінде жүріп бұл айтқанда тәжірибе жинап, уже ары қарай бұл айтқанда өз-өзін бұл бизнес қой, сату ғой өз-өзін бұл айтқан. Ан жаққа бар уже қымбат бағаға шығады да бұл айтқан кезде. Енді біз әрине мейірімге осы алдағы өтетін жекпе-жекке тек қана сәттілік тілейміз. Енді чемпион болуға нақты лайық. Жәнібек болсын, мейірім болсын. Енді мейірім міне енді нағыз қазір бабында, жақсы дайындықтан өтті. Енді боксшы ретінде Мерей өзіңе тоқталсақ, сенде енді әлем чемпионы атағың бар. Енді талай оның артында үлкен еңбек жатыр. Жалпы саған өзің осы боксы таңдап алуыңа не себеп болды? Қалай келдің боксқа? Мен енді қазіргі таңда Абай облысы ғой. Абай облысында Мыңбұлақ деген ауыл бар. Әйгізден 60 километр жерде. Мен сол жақта туғам. Сол жақта мен 8 жасымайын сонда тұрдым. Сосын енді әке-шешем көштік. Біз Теміртауға көшіп бардық. Теміртауда 1 жылдай тұрдық. Сол кезінде әке-шешем завод бар ғой, сонда жұмыс істеді. Мамам да, папам да сол жақта. Одан кейін 1 жыл тұрдық та біз Семейге көшіп келдік. Өйткені Теміртау қаласында біраз қиын болды, 97-96 жылдары ғой. Сосын 97-те Семейге көшіп келдік. Өйткені Семейде папамның 2 қарындасы тұрады, солар қайтыңдар, осы жаққа келіңдер, қастарымызда боламыз, көмектесеміз деп сөйтіп көшіп келдік та, сол Семейде 97-тен бастап Семейде тұрдық. Жоламан деген неме бар, айтқанда Семейдің шетінде.
микрорайон вот сонда аудан болған қаланы местный комитет бар ғой сол семейде соның қасында. И вот сонда тұрдық. Ол жерде 99 жылы мен боксқа бардым. Ол кезінде ол мектепте тек қана бокс болды. Басқа жоқ, подвалда, сол мектептің астындағы. Мен тренерім, бірінші тренерім Калиев Курман Кабиденұлы деген кісі. Ол кісі тоже Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген жаттықтырушы. Мен әлем чемпионы болған, сол кісі алды. Ол кісі енді қайтыс болып кетті, 4-5 жыл болды. Сол кісінің өзі, ол кісі бұрын фирма болатын, фармацевтический компания Рамат деген. Ана гематогендер шығарады. Вот сол Раматтың заводы сол Семейде, сол заводта ол кісі начальник СБ дейді ғой, охрананың бастығы болатын. Бірақ бокс ол кісінің былай айтқанда хоббиі болатын. Аптасына 3 рет келеді. Дүйсенбі, понедельник, среда, пятница күндері кешке сағат 6:30-да келеді, жұмыстан кейін өзінің хобби балалар дайындайды. Бесплатно, ешқандай жүйсішла, неме етпейді. Ақша алмайды, тек өзі келіп. И вот сол кісіде мен 99 жылы сол енді басқа вид жоқ, сол боксқа бардым. Бірақ мен 97-те барған боксқа бір. Боксқа бардым, ол кезінде тоже набор болды. Ол жақта мен тренерім былай айтқан кезде бапкерім өте мынандай строгий емес. Біз айтады, сіз строгийсіз, мен строгий емес, мен требовательныймын дейді. Ол кісі осылай сәл орысша сөйлейтін кісі. Талап етеді ғой. Талап етеді, иә. Ол кісіден бір рет тренировка пропуск ететін болды, шығарып жібереді бокстан. Мен бір рет бір тренировкаға бармай қалып, құлап, далада ойнап жүріп, сосын бір аяғым былай көгеріп, сонымен тренировка бармай, мен шығарып жүрді 97 жылы. Одан кейін мен бір жүріп, дзюдоға бардым. Ол кезінде мына Семейде 5-ші гимназияда мектеп бар, соның залында дзюдо болады, соған бардым. 3 ай ма сол дзюдомен айналыстым. Сосын как раз май болды, каникул кетті, ауылға кеттім. Ауылдан келдім де, 99 жылы боксқа апарды. Мен боксқа апарған, біз Жоламанда тұратынбыз, көрші Алмаз деген. Ол кісіде марқұм болып кетті, бокспен айналысатын. Сол бокспен айналысатын да, сол алып барды мені. Мен далада мектептің қасында тұратын. Сол мектепте кешкі жақ не істейсің, сол мектептің айналасында поляда ойнап жүресің. Сол кезінде боксерлар шығып, сол кросс жүгіріп, пробежка істеп, разминка істеп жүретін. Сол кезінде ол мені көрді, сол жерге шақырды. Боксқа қатысасың ба? Тегер қатысамын дедім. Сөйледі, содан кейін ағаймен сөйлесті. Келесі пятница күні келесін деді. Есімде мен 99 жылы қыркүйек айы жұма күні осы бірінші тренировка барғам. 3 сағат скакалка секірген болдым сол тренировка. Сөйтіп сол бардым, сол мен 3 жыл сол Семейде бокспен айналыстым. Сосын мен бірінші бапкерім сол Астанаға алып келді ғой, Қажымұқан Мұнайтпасов атындағы республикасы спортқа дарынды интернат. Соған алып келді. Айтты, давай, мен сені ары қарай апара алмаймын деді. Сені ары қарай жету үшін жарысқа шығу керек, оған қаражат керек. Біз бұл айтқан кезде неме ол сен шыға алмайсың деді. Сондықтан осында келіп мені қазір мен енді осы әлем чемпионы болғанға дейін дайындаған мен Манашев Жанат Мерекенұлы деген Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген бапкер сол кісіге келіп табыстады 2002 жылы. Как раз мұнда әлем кубогы өтті ғой. Вот сол кезде мен келдім, сол кезде алып келді. Сол кезде біз көріп, сол мен интернатқа жатып, ұнап, сол сентябрьда келіп, түсіп, содан бастап енді. Бірден сол кезде боксшы боламын деп өзің шешім қабылдадың ба сонда? Иә, мен Астанаға кішкентай кезімде бокс айналысқанда чемпион боламын деген мақсат болды. Одан кейін Астанаға келген кезде мен уже кішкентай кезімде мен бірінші бапкерім өте былай жақсы былай тәрбие берді. Астана бұл столица. Ол жақта бүкіл болашақтың бәрі Астанада. Сондықтан сендер Астанада дайындалыңдар. Мен уже 14 жастағы балам, мен сондай мақсатпен келдім. Мен Астанада бітірем, бірақ осы қалам Астанада. Өйткені болашақ Астанада, ол жақта қалу деген мақсатпен келдім да. Енді сол бітірдік, енді Азия чемпионы болдым мен жасөспірімдер арасында. Сосын сол келіп оқу. Жеңістер бірден келді ме? Әлде күту керек болды ма? Еңбек ету керек болды ғой. Енді мен 2002-де түстім, 2003 жылы кіші жасөспірімдер арасында мен Қазақстан чемпионатының қола жүлдегері болдым. Одан кейін 2004 жылы юниорлар арасында кадет дейтін ол кезінде 16 жасымда Қазақстан чемпионы болдым. Сол жылы Азия чемпионы алдым, Дети Азияға барып отырып қалдым. Сөйтіп кетті, ол подиум, спад, ол енді көп немесі. Кейде ұтыласың, кейде жүресің. Спортта мен айтамын ғой, қазіргі спортта бір жақсы, бір ұтылық неме
ұтылып қаласың, доказать етемін дейсің да, еңбек етесің де, сол еңбектің арқасында жеңіске жетесің да. А былай өмірде ол өте қиын екен деймін да. Жалпы өзіңді қалай мотивацияладың сол кездерде? Мысалы жеңіліп қалғаннан кейін бокстан жалығатын кездер болатын шығар. Бокстан жалығатын, қойғымда келетін кезде, сосын бірақ енді спортта менде өмірде бұл қиыншылықтар болды, мен травма алдым, сол кезінде маған запрет қойды, сол кезінде маған все бокспен айналысуға болмайды деген кезде мен лорға айтамын да, қалай мен қоямын деймін, маған бір жетістікке жету керек деймін да, одан кейін қою керек деймін да. Былай бір нәрсе бастағаннан кейін бір жетістікке жетіп атыңды қалдырып кету керек деп сондай. Енді мотивация, олимпийский чемпион болғым келді. Әр спортсмен немесі ғой, олимпиадаға қатыстым, көрдім, почувствовал, что такое олимпийский игры дейді ғой айтқанда. Бәрін сезіндім, ол кезінде жас болдым. Одан екінші олимпиадаға, үшінші олимпиадаға уже енді бара алмадық, но ол да тәуба көрдік оны. Сол. Бір есте қалған бір жарыс ерекше ойыңда. Жарыстар енді көп, қазір енді боксты қойғалы былай айтқан кезде 13-14 жыл болды ғой, былай айтқанда 2013-те мен сол әлем чемпионатында бокстастым, одан кейін уже былай 26 жыл, 13 жыл болды боксты қойғанда. Бәрін еске алу. Бір айтқым келетіні, жастарға да әрқашан айтамын, алдарына мақсат қойыңдар деп. Сол мақсатқа жету үшін еңбек етіңдер болды. Мақсат қою, мен өзім басымнан өтті сол. Мен былай айтып берейін, 2006 жыл как раз мен Мароккода әлем чемпионаты болды жастар арасында. Мен соған бардым, қатыстым, ұтылдым, одан келдім де тағы да кубок жетісу деген бізде Талдықорғанда жарыс өтеді, сонда бар чемпион болдым да, болды, соңғы жарысым болды жастар. Енді ересектерге ауысып жатырмыз. И февральда Қазақстан спартакиада как раз. И мен соған дайындалып жатырмыз, общежитие тұрамыз. Мен досым бар, Бақытжан Қожабеков деген халықаралық дәрежедегі спортшы бір. И сонымен общежитие жатырмын ғой, аграрканы. Сосын бүйтіп айтамын да, Бақа, мен алдыма мақсат қойып отырмын, маған, короче, осы Қазақстанда чемпионатта финалға шығу керек. Мен 57 килограммға дайындалып отырмын. 57 кезінде Галип Джафаров, первый номер. Бүйтіп финалға шықсам, финалда енді Галип Джафаровты ұта алмай, мен былай примерно екінші орын алсам, сосын хотя бы бір лицензионный турнирға бару керек деп мақсат қойып айтамын да, ол ұмытылып кетеді. Соны дайындаламыз, айтамыз, тура Қазақстанға 2 күн қалған кезде мен салмағымды 57-ге қоя алмай, короче, 60-қа барамын. 60-қа барамын да, финалға шығам. Финалда Серік Елеуов ағамыз өзіміздің олимпиада қола жүлдегері, Афина олимпиадасында сол кісіге ұтыламын. И одан кейін Азияға барамын, турнирға барамын, и тут Чикагода әлем чемпионатында жүріп 2007 жылы, лицензионный. И сол кезінде бүйтіп автобуста келе жатамын да, есіме түседі осы. Сол кезде айтамын да, ағай көру, осылай тура бір жыл бұрын мен осылай Бақытжан екеуміз осылай неме айтқан болатым, 57-те Қазақстанда финалға шығу, хотя бы бір лицензионный турнирға бар қатысу деп. Міне көру, тура бірақ 60-қа, бірақ лицензионный турнирға келіп жатырмын. И мақсат, содан бастап мақсат қойып, соған талпынып жету үшін былай айтқан кезде. Сондықтан қазір жастарға айтамын, алдарына мақсат қойыңдар, сол мақсатқа жету үшін еңбек етіңдер. 2013 жыл өзің үшін өте сәтті болды. Соны еске түсірсек, сен Азия чемпионы болдың, әлем чемпионы болдың. Алғашқы енді Азия чемпионы болған сәтіңді. Иорданияда Амман қаласында Азия чемпионаты өтті. Сол 2013-те маған өте сәтті болды. Бұл айтқан кезде мен 2012-де Қазақстан чемпионы болдым жылдың соңында. Одан кейін ноябрь айында, қараша айында как раз мен Астана Арланстан ауыстым. И одан кейін 2013 жылы жыл басында бізден бұрын кубок 4 стран деген болатын, 4 мемлекетке, ол кезде Украина, Өзбекстан, Қазақстан, Азербайжан болды, 4 команда. Сол жақта жекпе-жектер өткіздім. Ол кезде мен екі жекпе-жек өткіздім, екеуінде ұттым. Одан кейін Галле деген болатын бұрын. Малый чемпионат деп айтатын ғой, соны айтатын. Вот сонда чемпион болдым. Одан кейін Хабаровск қаласында Коротков еске алған турнирі болды, сонда чемпион болды. Соны Азия чемпионатына бардым. Соны Азия чемпионатында 4 жекпе-жек өткіздім. 4-өңде жеңіп, чемпион атандым. Финалда мен Монғолия боксшысы Урим Чемек деген солақай қара моңғолмен бокстастым.
Вот соны ұтып Азия чемпионы болдым. Ең бір есте қалған сәті мен де сол 2013 жылы Алматыда өткен әлем чемпионатында мен де бардым, сол жерде болдым. Жекпе-жегіңді көзіңмен көрдім енді. Бақ саласында жүргеннен кейін жазып жүрміз ғой. Өте бір сәтті есте қалған сәт қой өзің үшін. Жалпы әлем чемпионы болу. Сол жердегі бір. Ол әлем чемпионаты алдында мен енді 2012 жылы мен ылғи да әрқашан бокс тастайын деп жатқам. 2012 жылы. Мен Астана Арлан сапында 2 сезон былай айтқан өнер көрсеттім. Ол жақта салмақтар бөлек та. 61 килограмм, одан келесі салмақ 73. Мен салмағым где-то 66-67-ге барады да. И маған 6 килограмм, 5 килограмм қуу өте қиынға түсті. Мен екінші сезон өте қатты қиналдым. 2 жыл салмақ, 1 жыл былай айтқан нан жемей, андай диетада жүрдім да. Сосын 2012 сезон біткеннен кейін ол кезде Астана Арлан басшыларына айттым, мен енді 3-ші сезон төбелеспеймін, мен қиналып кеттім дедім, мен боксты қоямын дедім да. И сол боксты қойдым да 1-2 айда уже тренировка істемей жүрген болдым. И сол 2012 как раз Олимпиада ойындары болды Лондонда. И вот қарап отырмын, Серік Сәпиев сол кезінде, Серік ағамыз олимпийский чемпион болды, ол кезде жасы да 29-да. Бүйтім қазір Серік ағамыз қояды. Данияр 64 олимпиадаға барды сол кезінде, UFC. Ол кезде ол 64-ке біраз қатты қиналды, тоже салмақ қуып. Қазір Данияр 69-ға өтеді. 64 былай айтқан кезде Данияр кетеді. Кім бар? Біреміз ғой, там Айдар Шәрібаев, Батыр Жүкенбаев, анау бар. Ұтып алуға болады ғой мыналарды дедім да. Сосын залға бардым. Тренировка болды, как раз былай джинсы кимеймін былай. Ағайыма, Жанат аға, короче, мен осылай давайте бокстасам дедім Қазақстан чемпионатына, как раз сол жазда ғой. Бір 4-5 ай бар. Мен дайындалайын Қазақстан чемпионатына финалға шықсам, арғай бокстасам, 3-ші орын алып, либо ұтылып қалсам, боксты қоямын дедім да. Сосын содан кейін, бірақ айлыққа қойды, мен айлықсыз демеді. Содан кейін, как раз мен сол кезінде залда Болат ағам жүрді, Болат Абдрахманов. Ол кезде ол кісі Болат Өкебаевич неме, мемлекеттік жаттықтырушы. Сол кісіге келіп айтты да, мынау бала боксқа келіп жатыр, короче, зарплатаға көмектесіңіз қоюға деп. Ол кісі енді сол кезде звондады, мына болашақ чемпион мира тұр осыны, типа зарплата қойыңдар бокстайын дейді. Содан кейін сол кісінің бір ауыз сөзімен, короче, мені бокс зарплатаға қойды, и сонымен мен дайындықты бастадым. Сол Қазақстан чемпионы болдым. Сол кезінде ағайыма айттым, ағай, мен әлем чемпионатында боксшысың. Болды, әлем чемпионаты. Вне зависимости выступления я совершаю карьеру деп прям ағайыма айттым. Все. И вот жаңағы шешім қабылдап қойдым. Бір жыл бұрын шешім қабылдап қойдым. Қазақстанның алдында мен ойладым, финалға шықсам, өйткені финалға шықсам, финалист қалсаң, сен уже әлем чемпионаты, Азия чемпионатына былай қаралып неметесің ғой соны. Сол Қазақстан чемпионы болдым, сол ағаймен келісіп алдым, болды. Сол әлем чемпионатының алдында дайындық, сол балалардың бәрі, мен командаластарым бәрі білетін. Мен айттым, жігіттер, мен осы соңғы жарысым. Мен мына рингке шығамын, мен өлем. Барымды салам дедім. Менде каждый бой, менде последний бой болады. Чтобы ана кейін локти не кусать дейді ғой айтқан кезде. Неге бит істеймін, сонда мен барымды салам деп. Вот сондай настроймен мен 5 бой шықтым. Енді Алланың қалауымен мен қанша жыл еңбектің енді арқасында сол әлем чемпионы болдым. Одан кейін де біраз ағайларға давай 2016-ны көрейік, не уговаривать етті. Барым салдым мен. Бір жыл бойы кәдімгідей дайындалдым. Нағыз спорттық бабыңда кезінде қойдың ғой. Жарақатқа байланысты соны айтып берсең, неге? Жарақат, енді ол тоже былай айтып кетейін. 2010 жылы осы Астана қаласында Қазақстан чемпионаты өтті. Январ айында. Вот сол кезде мен бірінші жекпе-жекте Қуаныш Төлегенов деген боксшы бар, ақтаулық, солақай боксшы. Екеуміз сол кезінде 4-ші шығып аттық, бірін-біріміз деміз. Сол бокстасып жүрген кезде бірінші раундта ол маған боксшылар раз-два дейді, 1-2. 1-2 ұрған кезде мына перчатканың үлкен саусағы бар ғой. Сол мен 10 көзіме кіріп кетті. Сол кезде жарқ ете түссе, көзінен искра, бүйтіп қараймын, Қуаныш екеу. Мен ойладым, андай бір нокдаун алып қалдым ба. Бүйтіп анау бүйтіп Қуаныш екеу болғаннан кейін бүйтіп жаға ол кезде как раз ана 2010 жылдары жабық бокс болды, бүйтіп жаға болып бокстатын кездерде. Вот жаға болып алдым, 10 секунд қараймын, әлі Қуаныш екеу, 20 секунд, уже 30 секунд Қуаныш бір екеу. Сөйтсем сол кезінде менде удар тигенде мына жақта ішіндегі нервтар неметті де, короче, екі көзім екі бөлек көріп кетті ғой. Получается, былайынан көреді, 100%, әлі 100% менде. Бірақ екеу қосылып бір изображение көрсетеді ғой, адам екі көз, бір немені көрсетеді. А мен екеу екі бөлек көріп кетті. Сол кезінде екеуінің арасындағы бір связьдер, короче, нетіп кетті ма.
сосын әйтеуір қуанышпен білем ғой бокста уже қаншама 4-ші жекпе-жек бүйтіп жалп бүйтіп короче қуанышты ұттым, жеңіске жеттім, шықтым. Тоже енді құсқым келіп неме етіп жатыр да, сотрясение болған ғой сол кезінде. И сонымен бардық, немеге бардым, глазныймен помню, есімде біраз больницаларды былай барып аралап, именно көзбен көбі принимать етпейді, соны айту. Немен қазіргі мега Силгуйдың қасындағы больница бар ғой, Рысқұлбек сонда нетті, олар все сенде сотрясение мозга, ана мынау, короче, постельный режим дейді. Ойбай, мен Қазақстан чемпионатында жүріп, анаяқта отказ жазып, короче, отказывайся от госпитализации деп, короче, кеттім. Сонымен тағы да сол көзбен 2 бой жекпе-жек өткіздім. Келесі бой өттім, одан кейін четвертьфиналда ұтылып қалдым. Емдеу керек еді негізінше. Жоқ, ол одан кейін емделдім енді. Емделдім, көзім қайтадан өзіне келді. Бірақ әлі күнге дейін бар, былай жоғары қарасам, төмен қарасам, неме екі изображение бүйтіп екіге бөлініп кетеді. Сол, бірақ тоже енді қазіргі уақытта өзінің побочный эффекттері бар. Күні бойы жүрсем, мына оң жақ көзім тез шаршап қалды. Ана компьютер за рулем, трассада жүрсем көзім жауып қалды, неме шаршап. Сол себеп болды ма біріншіден? Иә, сол себеп болды. Одан кейін маған 2010 жылы ғой, все маған запрет берді. Мен мына Дом здоровья ғой, өзім сол Дом здоровьяда былай айтқан кезде емделдім, бәрі сол жақта невропатолог, окулист бәрі сол жақта емделдім, системалар алдым, айттым, бүйтіп көзім бәрі жиналды. Олар уже бір рет мерекерді, все болмайды дейді. Тағы да удар алсаң, тағы да, может ослепнуть дейді. Олар маған мені прям медосмотр өте алмай, ШВСМ-нан неметті. Шығарды отчислять етті. Мен ШВСМ-да болатым сол кезде, өйткені біз оларға неметеді, қараймыз ғой, жыл сайын любой неде медосмотр өтеді, даже ұлттық құраманың жылына 2 рет медосмотр өтеді, 6 айда бір рет. Соны мен өте алмадым. Сол жарақатыңды біле тұра ары қарай жалғастырып әлем чемпионы атағына дейін жеттің, иә? Тіпті жарақат алуың да мүмкін еді ғой. Оғанға дейін де. Иә, одан кейін маған айтты, мен айттым, қалай мен тастаймын, 2010 жыл как раз 4-ші курс оқимын, айттым, менде не высшее образование жоқ, не военный билет жоқ, мен не істеймін көру, мен бір нету керекпін деп. И сол кезде бүйтіп запрет жасап жатқан кезде 2010 жылы Астана Арланс ашылады. Иә. Олар тоже боксерлар жинап неме етті, кәсіби, жартылай кәсіби. И маған сол Бейбіт Ишам сол кезінде Бейбіт ағамыз немене болды, сол старший тренер, сол маған шақырды. Салмақ қанша деді, 64-65 минут odası. Бұл Айбанның жобасы емес па кезінде? Иә, Айбанның ішіндегі бір немесі ғой, ол 3 жоба болды. Болат Манкенов ағамыз жүрді. Иә, генеральный директор болды. И вот сол кісілер шақырды. Мен айттым, мен бір ном бар дедім, мен көзіммен өте алмай жүрмін. О жағы нормально, короче, неме етеміз деді. И мен сөйтіп Арлансқа кеттім ғой, 2 сезон сонда төбелестім де, соны жаңағы айтып отыр, 2012 жылы сол қойып аттым да, соны любитель. А былайынан мен зрение 100%. Просто қазір анау неме етеді де, шаршап қалады, сол как раз сол кезінде бір, енді мен Астанада 4-5 жерге бардым, Алматыда как раз Астана Арланстың врачы Юсуп Садыкович деген кісі, сол кісі марқұм болып кетті, сол кісі Алматыда біраз жерлерге барды, бүкіл жерде әртүрлі неме диагноз қойды, конкретно қоя алмады, былай айтқан кезде. Былай мен білмейтін адам барасын 100% айтып беремін, болды. Бәрі көреді. Бірақ сол ішінде мышцаларыма бір неме етіп қалды. Өйткені дұрыстап қараса бар түшті отличиесі бар, оң жақ көзімде. Боксшы ретінде артыңнан ерген отбасыңда бар ма, ұлдарың? Иә. Мен енді қазіргі таңда 4 балам бар, 3 ұлы, 1 қызым бар. Үлкен ұлым былай айтқанда бокспен айналысады, Қажымұқан Мұнайтпасов атындағы спорт мектебінде оқиды. Қазіргі таңда Өзбекстанда, Ташкентте оқу-жаттығу жиында жүр. Осы 14-тен асты, былай айтқан кезде бокс қуалап жүр. 2-ші ұлым бар, ол 2015 жылы 11-ге толады, ол да боксер боламын дейді. Оны мен вольный еркін күреске бердім, қатыспаймын деді. Соны неме бір 2 аптадай барды, жоқ. Өздерінің таңдауы ғой. Өздері таңдауы. Мен олар наоборот, қызыммен де көп спортпен айналысты. Каратэға барды, футболға барды, волейболға қатысты, таэквондоға да апарды, бәріне апардым. Ол бит енді қыз балаға жай неме. Мына ұлдарды сол неметпен тек қана мына 2-ші жылым боксер боламын дейді. Ол енді былай айтқанда жақсы боксер шығады деп ойлаймын мен, өйткені солақай. Таза солақай, сол қолмен жазады, бәрін сол қолмен істейді. Ол енді қазір енді 11-ге толады, биыл сол сентябрьде Құдай қаласа сол ақырын апарамын. Боксқа беремін 11-ден аса. Былай қазір үйде былай өзім былай анда-санда үйретіп қоямын. Иә, енді үйде лапа жаңағы перчатка бәрі бар ғой енді. Бәрі бар ғой. Ағасына қарап ол да сол боксер боламын деп отыр. Енді мен боксерім, інім мейірім боксер, ұлым да
үлкен ұлым да прям бокс десе былай өледі. Өзі таңдап алып. Өзі таңдады. Ол футболмен айналысып жүрген. Мен боксқа былай Көп апарып. мысалы әкелер өздері боксшы болса, балалардың боксшы болғанын қаламайды ғой мысалы. Қаламайды. Енді маған да айтады, көбі неге үмітпейсің, басы неме оқытпайсың, анау мынау дейді. Енді мен айтамын, білмеймін, мен өзім ұстанымда неге мен интернатқа бердім дейді. Былай айтқан, интернатқа берген себебім енді өзі де түсемін деп неметті. Общежитияда тұрады. Мен тек қана үйде емес. Мен жұма күні кешке алып кетемін. Суббота күні таңертең үйден апарамыз. И субботасы үйде, қайтадан воскресенье кешке апарып тастаймын. Сол неде. Интернатты өзім көрдім. Өзім оқыдым, мейірімді оқыды, өзім сол жақта басқаны білемін де. Интернатта балалар былай айтқанда сәл режим, тәртіп, патриотизмға дайынды неметеді, ол жақта үйретеді де, балалардың бәрі. Сол мен неге спортсмен қыласың дейді. Өйткені қазір таңда қазір заман көріп жатсыз ғой, көбі неше түрлі наркоман, неше түрлі немене болып жатыр да. Мен білмеймін оны. Қазір ол сабақ оқып жүрген, қасында достары кім екенін білмейсіз ғой. Может, наркомандармен араласатын шығар. Может, қазір неше түрлі голы ойындары бар, неше түрлі құмар ойындар, соларға кіріп кетуі мүмкін да. А мен мында білемін де, баламның қасында спортсмендер, которые нашақорлықтан, неден бәрінен аулақ жүретін балалар, спортсмен, патриот, елін сүйетін, жерін сүйетін азамат болып өседі деп, мен сондықтан спортқа өзім неметіп жатырмын да. Кейін өзіне де біраз жеңіл болады да, біраз интернатта өскен, интернатта біраз балалар шустрый болады да, былай айтқан кезде, өйткені ұлдардың арасында өседі. Ана жақта мама, папа жоқ, бүйтіп тамағын да әкеліп беріп тұратын, ана жақта аузыңды ашып жүрсен аштан қаласың да, сондықтан шустрый болу керек. Ең басы интернатта еркек ретінде, жалпы жігіт ретінде мінез қалыптасады ғой. Иә, мінезді болады. Мен өйткені ол интернатта да мен былай айтқанда племяннигім оқыды тоже. Бітірді 11-ші класс, қазір таңда әке-шешесі мен былай двоюродный ағаларым ғой, тоже рахмет айтады да. Бала жалғыз ұлдың, жалғыз немесі ғой, короче. Баласы ғой, былай айтқанда ата әжесін бүйтіп өкілеп отқан жалғыз ұлдарының баласы, жалғыз ұл еще. Сол енді мынандай білесіз ғой, жалғыз ұл қалай. Қандай мынандай бала өсті. Интернатта да әлі апайлар да бәрі айтады да, мақтанды, активист. Ұзын қазірден Алматыда оқып жүр. Анда шустрый болып шықты да, интернаттың немесінен серіні. Сондықтан ұлдарым тоже. Қазіргі балалар серіні бөлек қой басқа. Сәл заман басқа қазір. Бірақ мен де ылғи да сол үйретемін да, заман басқа жоқ. Серіні біздің өзіміздің әдет ғұрып, салт дәстүрімізді балаларды немету керек. Үйретіп өсіру керек те. Балалар мен былай, мен строгиймін. Боксшы ретінде өзің жеке ойың болашақта бәріңіз енді қазақ елінің арманы шығар, екі дүркін олимпиада шыға ма бокстан? Осындай көзқараспен, осындай қолдаумен қашан шығады деп ойлайсың? 32-де шығатын шығар деп ойлап отырмыз, Құдай қаласа енді. Аламандығын беріп, бізде былай айтқанда балалар бар, неметеді, бірақ ол өзімізден де бар. Олимпийский чемпион болса, айда қолпаштап тұқ, сонда баланы босатып тастаймыз. Құдай қаласа болады, ол сол дайындалу керек. Мен кейде айтамын да, неге бізден ұқыратын олимпийский чемпион шықпайды деп. Ол тоже идеология да. Почему американецтерде неге шығады америкалық боксшылар немелерде, басқа елдерде? Өйткені оларда бір немене бар да, андай мүмкін жүйе шығар. Мүмкіндік. Жоқ, мүмкіндік емес, мен сізге қайтып тарих істеу. Вот тарих істеу деген мақсат болу керек та балада. Двукратный боламын деген вот мечта. Вот кім Елдос Смит былай айтқаныңыз. 3 олимпиадада медалі бар. Құдай қаласа двукратный боламын деп отыр. Лос-Анджелеске барамын деп отыр. Құдай қаласа барамын деп отыр. Мақсат қойды, еңбек етеді. Вот мен бір кездесулерде кездесем, сөйлесіп неметкенде былай тоже әлі күнге диетасын ұстанып неметіп жатыр да. Құдай қаласа дайындалып жүр. Ол айтты, былтыр болған нәрсе. Былтыр сол кезінде тамақ ішіп отырмыз, маған мынандай, тамақ мынандай, немен өз диетасы бар. Құдай қаласа жетеді, солай дайындалу керек та спортсмендер. Ішкі мотивациясы болады. Ішкі, иә. Ана, если мен жағдайым істеймін, битемін десең, уже анаған жеткеннен уже арғай мотивация болмай қалады да. Мотивация сол тарих жасаймын деген. Кейбіреулер айтыншы, айта береді, анау-мынау деп. Бізде болады, Құдай қаласа. Қазіргі таңда
министрліктен да ДРС бар, бүкіл спортсмендер үшін бүкіл жағдай жасап жатыр. Керекті оқу жаттығу жиыны бәрін ақшасын бәрін беріп жатыр. Бүкіл федерация тарапынан өте үлкен қолдау. Жақсы. Шахмұрат Мұталипке үлкен рахмет осылай федерацияға былай айтқан кезде тоже қатты көмектесіп жатыр, көңіл бөліп жатыр. Сондықтан осындай поддержка барды былай айтқанда жасауға болады результат. Балалардың енді өздерінен біз енді бүкіл істеп жатырмыз. Олардан мотивация да бар былай айтқан кезде. Бізде былай айтқанда федерация тарапынан өте қомақты сыйақылар беріп жатыр. Жеңіске жеткен. Сондықтан еңбек ету керек. Мен бір 15 жыл обратный нәрсе, мен қайтадан боксты бастап кетші еді. Все равно былай айтқан кезде жас өзінікін алады. Қиындау. Бірақ анда сонда сағынып қойсың, еске түсіп қалады ғой. Иә, кейде сағынам, кейде рингті сағынам, кейде бір ана неме именно мына бір сезім бар ғой, бокстасып жатқан кезде соңғы бір ана 3-ші раундта бет шаршап, аяқ қол талып бір и вот через немного қинап бокстасам вот сол жерді аңсаймын. Әлі күнге бірақ ондайды қиын да алу. Ол үшін кәдімгідей бір қинап неметті ойлесу керек та. Сол мен кейде соны хочу вот этот момент почувствовать дейді ғой. Мерей, мынау біраз бүгін әңгімелерді, тақырыптарды қозғадық, иә? Өзіңнің өмірің жайлы айтып кеттің, жалпы федерациядағы жұмысың жайлы, интернаттағы жұмыс жайлы, мынау енді мейірім жайлы, алла жасайын болашақта мейірім осының өзінің қойған мақсаттары орындалып, Қазақстан шыққан кезекті әлем чемпионы атағына қол жеткізсін. Өзіңде мына қазір федерацияда бас хатшы болып жұмыс істеп жатсың, өз жұмыстарыңа сәттілік. Енді алда үлкен байрақты бәсеке, Азия ойындары, сол жарыста, яғни қазақ елінің боксшылары ел абыройын асқақтатып, көк туымыз желбіретіп, әнұранымызды шырқатып қайтсын. Үлкен рахмет уақыт тауып келгеніңе. Рахмет көп-көп көрермендерге. Енді шыны керек бір бәрін айттық. Сол біздің спортшыларға, боксерларымызға да бүкіл вид спорттасын, алда келе жатқан Япония елінде өтетін Азия ойындарында сәттілік, жақсы өнер көрсетіп, елге абыроймен қайтуды Алла нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көп-көп рахмет осылай шақырып. Қымбатты көрермендер, осымен біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Өмірде болсын, спортта болсын, жеңістеріміз көп болсын.